Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін пицца жасайтын боламыз. Оған керек заттар: жылы сүт, тұз, қант, ашытқы, сұйық май және де ұн. Осыларды жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр иіреміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін жылы жерге жарты сағатқа қоя тұрамыз. Дайын болған соң қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз, яғни 2 пицца шығатын болады. Осылай қамырды жұқа етіп жаятын боламыз. Содан кейін табамызға пергаментті төсеп, осылай салмасына кетчуп пен майонезді араластырып, салмасына осы колбаса, помидор, сырды салып, 20 минутта 180-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Және де осындай өте дәмді пиццалар дайын болып шықты. Барлықтарың жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.